Алла тағала қандай амалдармен адамның дәрежесін көтереді? Алла дәрежемді көтерсін десеңіз, осы уағызды тыңдауға кеңес беремін. Ассаламу алейкум, қадірменді тыңдарман. Ендеше каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Алла тағала қандай амалдармен адамның дәрежесін көтереді? Біріншісі, иман мен ілім. Құран аятында Алла сендерден иманға келгендердің және білім берілгендердің дәрежелерін көтереді делінген. Мүжадала сүресінің 11 аятында. Бұл аятты тәпсірші ғұламалар аса ұлы Алланың бұйырғандарын орындағандар білсін, олар кемсітіліп не төмендетіліп жатқан жоқ. Керісінше Алла тағала оның қайтарым сыйын беріп, дәрежесін көтереді. Ибн Касир. Алланың бұл бұйрықтарын иман иелері және білім берілгендер сөзсіз орындайды. Мұндай адамдарды Алла тағала өзгелерден білім таным деңгейіне және иман күшіне байланысты дәрежелерін көтерген деп түсіндіреді. Екіншісі, сәжде. Өйткені сәждеде аса ұлы Аллаға бойұсыну мен құлшылықтың ең жоғарғы дәрежесі көрініс табады. Адам өз тәніндегі ең қадірлі болған ғазиз басын маңдайын жерге тигізіп, Раббысына ең жақын саналатын құрметке ие болады. Осы арқылы Алла ол құлының дәрежесін көтереді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм Аллаға көп сәжде жаса. Өйткені сен Аллаға қандай бір сәжде жасасаң, міндетті түрде Алла ол арқылы дәрежеңді көтеріп, күнәңді кешіреді деген Муслимде. Үшіншісі, қиын жағдайларда толық дәрет алу. Әбу Хурайрадан радиаллаху анхуден жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм сендерге Алла онымен қателерді өшіріп, дәрежелерді көтеретін нәрсені көрсетейін бе деп сұрайды. Адамдар әрине, уа Алланың елшісі дегенде, ол саллаллаху алейхи уәсәлләм қиын жағдайларда дәрет алу кезіндегі қиындықтар, күннің суықтығы, қараңғылық, ызғар, тағы басқа, осындай кездерде толық дәрет алу, мешітке қарай көп қадам басу және намаздан кейін намазды күтіп отыру. Бұларың сендерге қорған болады деп айтқан Муслимде. Төртіншісі, намазға жаяу бару. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм кімде-кім үйінде тазаланып, сосын Алланың үйлерінің біріне, Алла парыз еткендердің бірін орындау үшін жаяу барса, оның 2 қадамының бірі күнәні өшіреді де, екіншісі дәрежені көтереді деген. Бесіншісі, қай амалында да Алланың дидарын, разылығын іздеу. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм Сағыт ибн Абу Ваққасқа, Алла оған разы болсын, сен ұзақ өмір сүріп Алланың дидарын іздеп қандай да бір амал жасасаң, міндетті түрде онымен сенің дәрежең мен мәртебең артады деп айтқан Муслимде. Алтыншысы, Құран оқу және жаттау. Бірде Нафих ибн Абдул Харис деген кісі Ғосфан деп аталатын жерде халифа Омармен радиаллаху анхумен кездеседі. Омар оны Меккенің әкімі етіп тағайындаған болатын. Омар одан жазықтың тұрғындарына кімді басшы етіп қалдырдың деп сұрайды. Нафих ибн Абзаны дейді. Омар радиаллаху анху ибн Абза кім деп сұрайды. Ол азат еткен құлдарымыздың бірі дейді. Халифа оларға азат етілген құлды басшы етіп қалдырдың ба дейді. Нафих оған, өйткені ол Алла тағаланың кітабын оқитын және мирас үкімдерін білетін кісі деп жауап береді. Сонда Омар радиаллаху анху, расында пайғамбарларың ақиқатында Алла осы кітап арқылы
бір адамдардың дәрежелерін көтеріп, енді біреулерді төмендетеді деп айтқан еді дейді. Амир ибн Уасиладан Алла оған разы болсын. Муслимде. Жетіншісі, Алла жолында күресу. Бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям: «Ей Әбу Сағид, кімде-кім Аллаға Раббы ретінде, исламға дін ретінде және Мұхаммедке пайғамбар саллаллаху алейхи уассалямға пайғамбар ретінде разы болса, оған жәннат тиісті болады» дейді. Әбу Сағид бұған сүйсініп, «Оны маған қайталап айтшы, уа Алланың елшісі» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям солай етеді де, одан кейін: «Сондай-ақ пендені жәннатта 100 дәрежеге жоғарылататын тағы бір нәрсе бар. Осы дәрежелерден әрбір 2 дәреженің арасы аспан мен жердің арасындай» дейді. Сонда Әбу Сағид: «Ол не, уа Алланың елшісі?» деп сұрағанда, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям: «Алла жолында күресу, Алла жолында күресу» деп жауап береді. 8-шісі, мұсылман бауырының көмегінде жүру. Нәби оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Кім мұсылман бауырының ісі орындалғанға дейін оның көмегінде жүрсе, Алла тағала ол кісіні 70 000 періштемен қорғайды. Олар оның күнәсі үшін жарылқау тілейді. Егер таңертең болса, кеш батқанға дейін, кеште болса, таңертеңге дейін дұға етеді. Аяғын жерден көтерген сайын Алла тағала оның күнәсін кешіреді. Сондай-ақ оның дәрежесін көтереді деген. Ибн Омар Абу Хурайра радиаллаху анхудан. 9-шісі, кішіпейілдік. Дана халқымыз кішіпейілділік кісінің көркі деген. Кішіпейілділік жоғары дәрежелерге қол жеткізудің және кемелдік сатылармен өрлеудің жолы. Кішіпейілділік иесінің қадірін көтеретін мінез. Ол сондай-ақ иесіне ізгі жандардың разылығы мен достығын сыйлап, тәкаппарлық пен менмендіктен қайтарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: «Алла үшін кішірейгенді ұлы Алла тағала әлбетте жоғарылатады» деген. Әбу Хурайра радиаллаху анхуден. 10-шісі, кешірімді болу және жамандықты жақсылықпен қарсы алу. Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі, жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі демекші. Жамандыққа жақсылықпен жауап беру ірілік, абыройлы тұлғаның ісі. Бұл сипат кімде болса, оның құрметі артады. Кешірімділік те сол секілді, жанның қадір қасиеті мен биіктігін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: «Алла құлына, ол құлының адамдарды кешіруі арқылы үстемдіктен басқаны арттырмайды» деген. Муслимде. 11-шісі, мейірімділік. Жүзінен нұры төгіліп, көзі күлімдеп тұратын, әрдайым адамдарға жақсылық ойлайтын, тірі жәндіктің өзіне зиян тигізуден сақтанып, жұмсақтығымен жаныңды баурайтын адамды кімнің де болса еріксіз жақсы көретіні, оған деген құрметі артып, мейірі төгіліп тұратыны рас. Мейірімділік жақсылық атаулының көзі, биік құрметтің негізі. 12-шісі, жомарттық. Бұл қасиет иесінің абыройын көтерумен қатар, адамдардың оған деген махаббатын, құрметін арттырады. Дана халқымыздың жаны жомарт жігіттің дәрежесі баймен тең дегеніндей, шынында да үлкен тұлғалар осы қасиетке және сол қасиетті бойға сіңіруге талпынатын және жомарттықты бойға сіңіруді өзгелерге де өсиет ететін болған. 13-ші, айтыс-тартыстан өзін алшақ ұстау. Бұл мінез жанның қадірлі қасиетінен, мақсаттың биіктігінен туындайды. Данышпандар жанның қадірі жақсылықтарды көтергеніндей, жамандықтарды да көтеруі деп айтқан. 15-шісі, байсалдылық, ұстамдылық. Байсалдылық мінез құлықтың ең құрметтісі, ақыл иелеріне ең лайықтысы. Себебі онда ардың амандығы, жанның тыныштығы бар.
Ұстамдылықтың анықтамасы ашудың тасыған кезінде өзін қадағалап ұстау, шектен шықпау. Байсалды адам өзінің ашуын парасаттылығымен басады және ұстамдылығымен тоқтатады. Егер адамның бойынан байсалдылық табылса, оны жақсы көрушілер көбейеді және жек көрушілер азаяды, әрі оның дәрежесі биіктеп, құрметі артады. 15-шісі жарқын, ашық жүзді болу. Ибн Хиббан жарқын жүзділік данышпандардың мінезі, өйткені жарқын жүзділік қасарысушылықтың отын өшіріп, жек көрініштік сезімін кетіреді. Жарқын жүзділікте залым адамнан қорған, қарсыласқан адамнан құтылу бар деген. Әбу Жақпар әл-Мансур: егер адамдарға сыйлы болуды қаласаң, онда оларды жақсы, жарқын жүзбен қарсы ал деген. 16-шысы мән бермеу, елемеу. Кейбір іс жағдайларға мән бермеу, елемеу үлкен тұлғалардың мінез құлқынан. Бұл достықтың үзілмеуіне, достықты оятуға және дұшпандықты көміп, жек көрінішті кетіруге көмектесетін амалдардан. Әрі бұл сипат жанның биіктігін, тазалығын көрсетеді және дәрежені көтеріп, жоғарылататын істерден. Ибн әл-Асир Салахуддин әл-Айюби туралы: оған Алла рахым етсін, мейірбан, жақсы мінезді, кішіпейіл, жек көретін нәрсесіне өте сабырлы, серіктерінің қателіктеріне байқамаған сыңай танытатын. Олардың бірінен жек көретін нәрсе естісе, күрт өзгермейтін және оны жария қылмайтын болған деп сипаттайды. Адамның адамнан дәреже тұрғысынан озуы дегеніміз биік мансап, дүниенің көптігі, тегімен мақтану, дандайсу емес. Сондай-ақ дәреже, билік не патшалықта емес. Абай бабамыз: адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерменен озады деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: қиямет күні Алланың алдында адамдардың дәреже жағынан ең жаманы адамдар жамандығы, бұзықтығы үшін тастап кеткен, яғни араласпай қойған адам деп айтқан. Бұхари мен Мүслимде. Демек, қадір құрметтің артуы мен дәреженің көтерілуі Алладан қорқу мен мінездің көркемдігіне, ізгі амалдардың көптігіне байланысты болады екен. Құрметті тыңдармандар, видео ұнаса, каналыма әлі де тіркелмеген жаңа тыңдарманым болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға.